Де осылай өкініп қалмайын десең, онда осы әңгімені соңына дейін тыңдашы. Бір ана бар екен, жалғыз өзі 3 баласын ер жеткізіпті. Бір күні анасы 3 баласын шақырып, балаларым, осы күнге шейін мен сендерден ештеңе сұраған жоқпын. Енді мен сендерге бірдеңе сұрайын деп тұрмын сендерден десе, ой, айтыңыз шеше депті. Маған бір көйлек алып беріңдер депті. Содан үлкен баласы бай екен, ол айтыпты, ой, жарайды шеше, ол қалай да алып беремін сізге, мен сізге шетелден бұйыртамын деп. Ол үлкен ұлы шетелден көйлек бұйыртыпты сол жерде. Сосын екінші баласы айтыпты, мен сізге арнайы түрде дизайнменен жобалатып отырып тіктіріп беремін деп, ол сол жердегі ең мықты жобалаушыға шешесінің размерін жіберіп көйлек жобалатыпты. Ал кіші ұлы барыпты да бір магазиннен әдемі бір көйлекті әкеліп үстіне кигізіп қойыпты шешесінің. Сосын шешесі осылай қолын жайып ұзақ уақыт батасын беріп тұрып айтыпты, әй балам, ағаларың өкініп қалатын болды ау депті. Бұны кіші баласы түсінбепті. Сосын кеш батып олар ұйқыға кетіпті. Сол петінше жатқаннан анасы оның тұрмапты. Анасы өмірден өткеннен кейін ол шетелден көйлек бұйыртты не, арнайы тіктірді не, бәрібір емес пе, оны киетін адам жоқ қой. Сондықтан біз кейбір сәттерде көп нәрсені артқа қалдырамыз да. Қойшы, кейін кешірім сұрай салам, кейін бара салам. Аналарымыздың өзіне телефонды кейін шалам, кейін асықпай алып берем деген болады ғой. Мен осы үйімнің ақшасын төлейтін кезімде де менде сондай нелер болды да, қатты бір қиындықтар болды ақшадан. Сол кезде қайнапамдар қайтадан Қытайға қайтқалы жатты. Мен сол кезде қайнапама, қайнатама да, үлкен атама да барлығына осындай сауғалар алып келдім да. Алқа моншақтар, шапан деген сияқты. Соң қайынбикем айтады маған, өзінің қиналып тұрғанда алып беріп не қыласың дейді да, кейін алып берсең де болады ғой деймін. Бірақ мен сол кезде айтқаным, мүмкін кейін ол мен жағдайым болған кезде олар болмай қалатын шығар. Өзімнің жылағым келіп кетті ғой. Өйткені біз көңілімізді басқаларға кейін білдіреміз деп жүрген кезде, мүмкін сенің жағдайың келген, сенің жағдайың жақсарған кезде сен көңіліңді білдірем деп жүрген жақындарың болмай қалатын шығар. Ешқандай істі ертеңге қалдырма. Ертең бір күні тағы бір күн өстіп алам дегеннің орнына дәл бүгін жаса. Сол сәт туған кезде оның орны толмайтын өкініштер болуы әбден мүмкін.